Армысың қазақ елі, сыр елі, Қорқыт ата ордасы. Зікірден келген ақпарат. Сүлеймен Ишан ата. Бұл елде болған екен соқыр нышан, ұрпағы жолын таппай азып тозған, әруақтың қасиетін місе тұтпай, дүниелік тіршілікпен ізін жапқан. Атаның жатқан жері сыр елінде, мазары орналасқан бір төбеде, әруағын көтеруге қолқа салып, зікірмен үндесуді нәсіп етті. Құдайым берген екен қасиетті, соқырға қылқобызды мұра етті, Қорқыттың батасымен қолдап алып, өмірін абыз жолға сарып етті. Әруағы келіп отыр ақ ордаға, бақсылық қасиеті жатыр қорда, әруақты көтеретін ұрпақ болса, қолдауын батасымен берер онда. Көріпкел қасиеті және болған, халқына жақсылығы тиіп тұрған, соқыр боп жанарынан айрылса да, Құдайдың нығметіне басын бұрған. Бақсылық қасиеті пірі болған, әулие әмбиелер тегі болған, артында ізін басар ұрпақ болмай, құдірет киесі тұр жанға қонбай. Әруақтың жолын ұстар пенде бар ма, Құдай деп таза жүрген кемде бар ма? Қасиет құдіреті хақ Алладан, ылайықты адам заты елде бар ма? Бұл Сүлеймен Ишан атамыздың беріп отырған ақпараты осы сыр еліндегі бақсы атамыз әрі қобызшы Қорқыт бабамыздың күйлерін осы заманға жеткізуге үлес қосқан соқыр нышан атамыз жайлы ақпарат беріп отыр екен. Соқыр нышан атамыз 1883 жылы сыр елінің Қоғалыкөл ауылында дүниеге келген. Аты жөні Исмайыл Шәменұлы. Бала кезінен көзі көрмей, шешек ауруына душар болып көзі көрмей қалады. Әке шешеден ерте айырылады. Туысқан ағасы Мұсаяз әулие бейтінің шырақшысы Әуез деген кісінің тәрбиесінде болады. Әуез ағасы Исмайыл атамыздың өнерге деген құштарлығын, ерекше қасиетін байқайды. Мұсаяз әулие атамызға зияратқа келген бақсылар, әулие әмбиелер болады сол заманда. Есақай Адасқақтай деген атағы алысқа кеткен бақсылар зияратқа келіп, сол кезде сол кісілерге осы Исмайыл атамызды өнер үйренуге, тәрбиеге береді екен. Исмайыл атамыз осы бақсы аталарымыздан тәлім тәрбие алады. Бақсы балгерлік, өнерлік, күйшілік, сондай қасиеттерді меңгеріп, жақсы тәрбие алып шығады. Қобызды меңгереді. Қорқыт бабамыздың әруағының қолдауымен бірнеше Қорқыт атамыздың күйлерін жарыққа шығарады. Соғыс басталардан бұрын Әлкей Марғұлан атамыз біздің елімізге келіп, Исмайыл атамыздың күйін тыңдап, таңданған екен. Әңгіме дүкен құрып, біршама күйлерін жарыққа шығаруға қол ұшын берген екен. Бұрын бала кезінде мен еститінмін, әжем айтатын менің, Қызылорданың ортасында ескі базар бар. Сол базардың алдында кәрі шал кісі отырады, екі көзі көрмейді. Қолында ескі қобызы бар, сол қобызын тартып, қаншама халық алдында тамашалап отыратын деп. Сөйтсем, менің әжем осы соқыр нышан атамызды айтып отырған екен. 1975 жылы ата ол кезде 92 жаста болады. Ахат Жанаев деген радиожурналист кісі арнайы осы сыр еліне келіп,
Соқыр Нышан атамызбен сұхбаттасып, Қорқыт бабамыздың 12 күйін жазып алған екен. Желмаяның желісі, Аққу, Ұшардың ұлуы, Әуппай, Әуппай, тағы басқа күйлері болған екен. 1979 жылы бұл кісі дүниеден өтеді. Енді бұл ақпарат жайдан жай келмеді деп өзім ойлаймын. Бұл кісінің ұрпақтары әлі де болса бұл елде өмір сүріп жатыр. Бірақ атаның киелі қасиеті бұл балаларына, ұрпақтарына қонбай, жабулы күйде жатқан болар. Сондықтан тыңдап отырған ұрпақтары болса, құлақтарына алтын сырға, аталарының қасиетін жандандырып, осы ата бабасының жүрген сара жолымен жүріп, қасиетін жаңғыртып, бойларына сіңірсе, қыл-қобызды қолына алып, Қорқыт бабамыздың күйлерін тартса, аталары сияқты халқына қызметін жасап, қол ұшын берсе, өзінің құдайлық жолын танып, әруақтың жолын мойындап, бет бұрып, осы Соқыр Нышан атамыздың киелі қасиетін бойларына сіңірсе, бұл атамыз да бір қуанып қалар, бір аунап қалар. Сондықтан Сүлеймен Ишан атамыз жайдан жай бұл ақпаратты беріп отырған жоқ. Осындай қасиетті кісілердің барлығын, сыр елінде жатқанын, әруағын көтеру керектігін біздерге арнайы айтып, қолқа салып отырғаны деймін. Осындай біз білмейтін қасиетті аталарымыздың зікірге келіп, бізге қолдау беріп жатқаны біз үшін үлкен мәртебе деп санаймын. Майлықожа ата: бүткіл елдің қамын ойлап, қайтып адам болар деп, еңбек етіп тапжылмай, Құдай жолын көрсетіп, әділдікпен төрелігін айтып, елдің елдігін сақтауға атсалысып едік. Қазіргі заман аласұрған, арпалысқан, бір-бірімен айқасқан, дүние үшін бір-бірімен шайқасқан заман болған екен. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетер демекші. Әй дейтін әжесі, қой дейтін қожасы жоқ, ақылын айтар ақсақалы жоқ. Көпті көрген қариясы жоқ, сары қарын бәйбіше, салихалы дана анасы жоқ. Азығы кеткен, тозығы жеткен, өркениетпен өссе де рухани өліп жатқан қазағымды көріп, ашуға булыққан әруақтар шырылдауда. Қанша айтып сөз дәйегін жеткізсек те, саналарыңа жетпей, өз беттеріңше, өз дәрмендеріңмен жандарыңды қинамай, жайлы жағдайларыңмен өмір кешудесіңдер. Ішкен жегендеріңе, жиған тергендеріңе, тапқан олжаларыңа қарап ризасың. Неткен мұңсыз едіңдер. Ақыреттің қамын ойлар, ұрпағының болашағын, қазақтың келешегін ойлар пенде бар мекен. Бір-біріңмен айтысып, біріңді бірің қаралап, қаралыққа белшеден батып жатқан ұрпағым есіңді жей. Айтысып тартысатын кез емес, біріңді бірің сүйрелеп, ақылменен демеп, көрегендігіңмен мәмілеге келіп, Құдайдың ақтық жолында әруақтардың қолдауын алып, қауым болып, қалың жұрттың көзін ашып, ел болудың амалын жасап, қазақтың рухын көтеріп, табаныңды тірейтін, тегіңді түзейтін, бір қазақтың текті ұрпағы болатын кез келді. Адуынды ұлдарым, қайсарлығың қолыңда,
Батырлығың жолыңда, ақылменен шешетін, елдің қамын ойлайтын, дұшпаныңды сомдайтын, ібілістей жауызға жемтік болып қалмайтын, амалға кел ұрпағым, біріңді бірің даттамай, құдай жолдан аттамай, әруағыңмен дос болып, иманға кел ұрпағым. Сыпатай батыр ата. Мен Сыпатай атаңмын, жауыма өткір қаталмын. Алатаудың бөктерін, Жетісудың мекенін, барымташы дұшпанға жерме аттап баспа деп тұяғын аңдып жатамын. Басыма келген қауымға тұсауын кесіп жатамын. Бойындағы қыспағын найзаммен түйреп басамын. Жабысып жүрген үзірін қырағы көзбен атамын. Қасиет көзін ашуға пендеге қолдау саламын. Әруағын елеп ескерген саналы текті ұрпаққа, Құдайдың берген нығметін електен өткен ұрпаққа, Алладан келген әмірмен, қара сөздің күшімен батасын беріп риза ғып, ақ қуатын қосамын. Шипасын іздеп келгенге дертінің шешіп құрсауын, Құдайдан тілеп шипасын, оңдығын сұрап тұрамын. Мені зұлым демеңдер, Құдай білет, Алла хақ. Дұшпанның жала жапқаны, жолымды кесті сөзім хақ. Құрбаны болдым Құдайдың, жанымды пида етемін. Кенесары рухына қызметін жасап келемін. Өлімге қиған мен емес, жаланы жапты қас дұшпан. Тұзаққа алдап түсіріп, кәпірден келген һәм бұйрық. Тұспалдап айтқан сөз құйрық, қазақты жауыз еткені, жаныма батып жүргенін жеткізіп менде кетейін. Ұрпағым есті болыңдар, ақылға салып жорыңдар, сұрқия небір жыландар ортаға ірткі салатын, көре алмай қара жағатын, пенделер жүрсе жаныңда, қаруың болсын қолыңда, аластап кетір сөзім хақ. Кейбір деректерде Кенесары хан атамыздың өліміне осы Сыпатай батыр атаның үлесі бар деп пайымдап жатады. Бірақ мына ақпаратта Сыпатай батыр атамыз басқаша бізге баяндап отыр. Біз білмейтін дүниелердің барлығы айдан анық болуы мүмкін. Ақиқатын бір Алла білет. Ер Сейтпенбет ата. Азулы елдің айбатын ақылменен жеңесің. Айла тәсіл қолданып, нақылменен жеңесің. Көрші елің көз сұғып, қалай алсам екен деп, барымталық жолымен, сайтанатты дәстүрін майлап олап халқымды санасын төмен түсіріп, амалын жасап отыр деп ескертуін берейін. Мықты болсаң, ей ұрпақ, ақылыңа жетік бол, ататектен берілген иманыңа берік бол. Сайқымазақ заманның сайтанына айналмай, қайдан шықтың, кім болдың, өткеніңе үңіліп, көкбөрінің ұрпағы екеніңді ұмытпай, тектілігің оянып, зығырданы қайнаған ұрпағына көз тоймай отырған мына әруақтың көңілінен шығатын амалыңды жаса деп ескертуін берейін. Ең әуелі, ей ұрпақ, кір қоқыстан аулақ бол, тазалықты сақтарсың. Дүние атты бәлеге назарыңды аудармай, өзіңді аулақ ұстарсың. Ерте тұрып қызмет ет, жата бермей езіліп, ұйқы деген бәледен ойда жоқта кетерсің, мәңгүрттікке кезігіп. Оқы намаз 5 уақыт, аузыңды тый толтырмай, оразаға берік бол, арамаспен былғамай, киіміңді бүтінде, алба жұлба жыртылмай, бастан аяқ түгенде, ашық тесік тұл болмай. Басқа бәле тілден деп сөз төркінін түзерсің, пасық сасық мінезді иманыңмен жеңерсің. Білімді бол, оңды бол, оқы Құран, жөнді бол. Қанмен келген қабілет, қасиетті меңгеріп,
оңын солын игерген игі ұрпақ текті бол. Байтақ жерің ғаламат, текті ұрпаққа аманат, қазынамен байлығы жер жүзіне жететін ұрпағына мұра ғып, жетерліктей қанағат берді Құдай несібе қазақ атты жамағат. Сұрауымен аруақтың қазаққа назар аударып, бір мүмкіндік беруге мейірімін төккен тәңірім Алла деген ғажап ат. Лайықты пенде бол, намысты бол, рухты бол. Қасық қаның қалғанша жаның ашып халқыңа, қорғаныңды күшейтіп, текті ұрпағым біріккен бас қосатын жерде бол. Тұрмағамбет Істілеуов ата. Сортаң басқан елімді, соры шыққан жерімді, қамысы жоқ, нуы жоқ, қурап жатқан шөбі көп, дәриясы тартылған, аққуы жоқ, құмы көп, сырдың дархан дәриясы қайда шөгіп барасың? Намысы жоқ, діні жоқ, қолдау берер пірі жоқ, айқұш-ұйқыш дәуірге басы кеткен саны көп, пендем қайда барасың? Жаны тірі, рухы жоқ, түрі барда жүзі жоқ, түреліктің кейпінде адасып жүрген пендем көп, жұртым қайда барасың? Мақұлықтың кейпі көп, малғұн салған дерті көп, арбауына дөп түскен жылтыр дүние нәпсімен құрбан болып шалынған ұлтым қайда барасың?